Сенсациялық видео, құрметті қалай тарихи, ғылыми, сенсациялық видео, өздеріңіз білесіздер, әрбір менің видеом, тарихи видеом сенсациялық болмаса, әрине оны барша халық көрмейді, Қазақстанға тарамайды. Сондықтан мен әрбір табылған тарихи дерек, ол сенсациялық дерек ретінде жариялаймын. Құрметті қалайық, қазіргі тарихи тың жаңалықты түсіну үшін мен сіздерге бірінші мынандай бір мысал келтіріп алайын, әйтпесе сіздер оны түсінбей қаласыздар. Видео өзі бар болғаны 12 минут шамасында болады, 15-12 минуттық. TikTok'та әрине ұзақ болып көрінеді, сондықтан сіздер түсіну үшін видеоны алдымен ең соңынан көріңіздер, ал нағыз сенсациялық факт видеоның ең соңында болады. Мен сіздерге қазір бар жиыны 14 кітап бетімен дәлелденген тарихи сенсациялық деректі жария етемін. Өздеріңіз білесіздер, Шыңғыс хан тарихын міне 4 жыл болды TikTok'та жария етіп жүрмін. Жалпы мен бұның алдында да 6 жыл бұрын, яғни барлығы 10 жылдай осы Шыңғыс ханға қатысты мәліметтерді, деректерді күллі ғаламтордан жинап жүремін. Соның нәтижесін сіздерге жайлап отыратын. Енді мынау Шыңғыс хан тарихына қатысты соңғы нақты факт деп айтсақ болады. Яғни ауыр салмақты балғамен жерге қағып жіберген, шегеленген, ешкім сұра алмайтын факті деп айтса болады. Құрметті қалайық, видеоны жан-жаққа бөлісіп отырыңыздар, таратып отырыңыздар. Қазір TikTok мүлдем видео таратпайды. Видео ең соңына дейін қаралған видеоларды ғана таратады. Сондықтан жан-жаққа тарап отырыңыздар. TikTok қазір YouTube секілді болып кетті. Сондықтан құрметті қалайық, комментария жазыңыздар міндетті түрде. Сонымен қатар мазмұнды жазыңыздар. Өйткені қазір құр лайк қойғанда есеп қалынбайды екен. Видеоны TikTok'та сақтап қойыңыздар. Сонымен қатар лайк басыңыздар. Енді барлығын жасасаңыздар екен, бұл видеоны таралуға. Өйткені бұл видео нақты дәлелденген дерек. Және экранда әрбір айтқан сөзімнің барлығы кітаптың бетін дәлелденіп отырады. Яғни сол кітаптан деректі аламын, сіздерге жария етемін, және кітаптың бетін көрсетіп отырамын. Құрметті қалайық, енді жария еткен деректің не екенін түсіну үшін сіздер бірінші мынаны ұғынып алуыңыз керек. Әрине бұл Шыңғыс ханға қатысты тарих. Мысалы үшін қазір күні Америка Құрама Штаттарының президенті қазақ болатын болса, ол біз үшін ғана қазақ болады. Бірақ ол өзін американдықпын деп таныған азамат болады. Ол керек қылсаңыздар біздің елге санкция да жариялауы мүмкін. Былай айтқан кезде давление жасауы ықтимал. Мысалы үшін қазіргі Трамп неміс қой, бірақ неміс болса да Европа, Германия бәрін жандарының көзіне көрсетіп сығып жатыр. Мен сол секілді ол қазақта мүлдем бөтек, бізді тіпті ойламайтын да, еске алмайтын адам болар еді. Міне сол секілді бүгінгі заманда Шыңғыс ханды кім санасақ та, мейлі оның руы қият болса да, ол өзін заманда, ол өзін үлкен қағанаттың қаған санаған екен, және өзін солай атаған екен. Бұл қағанаттың атауын мен видеоның ең соңында көрсетемін. Өйткені видео ешқандай да руға қатысты емес, бұны руға қатысты деп видеоны сіздер көрмей де қалуыңыздар мүмкін. Сондықтан мен бұны айтпаймын. Ең соңында, видеоның соңында өздеріңіз көресіздер. Сондықтан мен осылай жұмбақтап қояйын. Шыңғыс хан өзін сол қағанаттың азаматын деп таныған. Жаңағы Трамп секілді, немесе Барак Обама секілді Америка Құрама Штаттарының. Содан өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы Оразбай Зәріпбай деген филолог, парсы тілінің ғалым, сол кісі Рашид-ад-Дин Хамадани Жамиғат тарихын 13-ші ғасыр, 14-ші ғасырда жазылған кітабын қазақ тілінде сөйлетті. Соның ішінде Шыңғыс ханның қарақорымы Наймандар жерінде орналасқан деп жазылған. Оны оқтай салғызған екен, және Қарақорымды. Қарақорым деген аса үлкен қала емес, ол ең бірінші шағын қала болған. Жалпы 4 Қарақорым болған. Мен бұл туралы алдыңғы видеоларында айтқан. Ең бірінші Қарақорым негізінде сол Шығыс Қазақстанның Алтайында болған. Бұны Рашид-ад-Дин Хамадани Жамиғат тарихта ап-анық жазып тұр, айқын. Наймандарға тиесілі жерде оқтай қаған, яғни үгедей қаған Қарақорым тұрғызды деп. Ал бұл деректің барлығын рушыл немесе өзін жазған өтірікке шығып қалмас үшін кейбір біздің тарихшы ғалымдар өтірікке шығарып жатыр бұл жалған дерек деп. Ал бұл нақты жазылып тұрған Рашид-ад-Диннің дерегі. Рашид-ад-Динге бұны жазып отырған Шыңғыс ханның шөберелері. Түсінесіздер ме? Шыңғыс ханның шөберелері жазып отыр. Содан бұл сіздерге бірінші факт. Кітаптың бірінші кітап сіздерге. Экраннан барлығын өздеріңіз көрдіңіздер. Екінші факт.
Ол 2013 жылы табылған 76 беттік, 2020 жылы 9 қыркүйекте Егемен Қазақстан газетіне жарияланған 1813 жылы Қарабас Мұхаммед Сұлтанұлы Әл Ақбар тапсырмасымен Түркістанда жазылған Қиса дастан Шыңғысхан деген қолжазба. Бұл Шыңғысханның туралы қолжазбада Шыңғысханның жұрты Қытай деп ап-анық жазылған. Бұл деректі өздеріңіз интернеттен тауып оқуларыңызға болады. Қиса дастан Шыңғысхан Егемен Қазақстан деп жазсаңыздар Google-ға шығады. Өздерің оқып аласыздар. Бұл сіздерге екінші дерек. Үшінші дерек 1247 жылы Ватикан миссионерлерінің бірі Седе Беридия Historia Tartarium деген қолжазбасының 7-ші бөлімінде, яғни параграфында Қытайларды, яғни кидайндарды, бұларды кидайн деп атаған мұсылман тарихшылар Хатай деп жазады деген. Көрдіңіз, нақты факт 13-ші ғасырдағы, яғни Хатай, Қытай, көрдіңіздер ме? Содан олар өздерін Ляо деп атаған. Ляо деген ол Темір империясы деген. Қытайдың ресми тарихында олар Темір империясы деп тіркелген. 925 жылдан 1120 жылға дейін болған мемлекет. Бұл мемлекетті жаңағы Алтан хан, сонымен қатар Сун империясы бірігіп қиратқан. Содан бұл сіздерге үшінші факты. Төртінші факты. Қазір Қытайға қатысы жоқ айтпақтай. Қазір Қытайдың аты Джунго Ханзу. Төртінші кітап сіздерге. Ибн Батута 1360 жылдары жазған өзінің Рихла деген кітабы бар. Яғни саяхаттары туралы кітабы, Алтын Орда туралы кезген кезде. Сол кезде 1360 жылы Ибн Батута жазады. Шыңғысхан дейді, Хатай елінде ұста болған дейді. Көрдіңіздер ме? Тағы да айтылып тұр. Яғни ол тағы да дәлелденіп тұр. Хатай екен. Содан ары қарай. Бұл сіздерге төртінші кітап. Бесінші кітап. 2006 жылы Лев Гумилевтің «Черная легенда. Друзья и недруги Великой степи» деген зерттеулер топтамасы кітабы шығады. Сол кітаптың ішінде наймандар, олар чужерендерге, яғни жаңағы алтындан хандарға бағынбай батысқа жетушілеріне бірінші көшкен Қытай, және қара Қытай халқының ұрпақтары дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни наймандар деген ол және Қытайлар. Көрдіңіздер ме? Бірақ тағы да айтамын, найман деген руға қатысы жоқ. Сіздер видеоны соңына дейін көресіңіздер, сол кезде түсінесіздер. Содан 1704-1706 жылы бұл 6-шы кітап. 1704-1706 жылы аралығында Мұхаммед әл-Қашқари Диуани лұғат ат-түрк сөздік кітабында алдымен шын елі ол Қытай деп түсіндіріп, содан кейін ұйғырларда екі жазу бар. Біреуі өзара қарым-қатынаста қолданады, екіншісі шың елін жазу дейді. Шың деген жаңағы Қытай өзі түсіндіріп тұрған, шың деген жаңағы Қытай елі. Онымен қасиетті кітап жазуда және кеңсе тізімін жасауда қолданады деп жазған. Оны абыздар ғана оқиды деп жазған. Яғни демек жаңағы ұйғырлардың жазуы мен наймандардың жазуы, ұйғырлардың екінші қолданған жазу, ол бірақ жазу, және бұл 11-ші ғасыр, яғни 1704-1706 жылдар. Есте сақтауыңыздар, бұл маңызды. Бұл 6-шы кітап. 7-ші, наймандар мен ұйғырлардың кеңсе жазуы ортақ болғанын неден білуге болады? Айтпақтай, жаңағы Рашид Хамадин Жамиғат Таурихының бірінші, екінші томында экранда көресіздер, сонда жазылып тұр, ұйғырлар наймандар жеріне мекен еткен дейді. Яғни найман дегендер олар Қытайлар, және Қатай, Кидайн, Ляо. Түсінесіздер ме? Сол мекен еткен, яғни олар жазуын қолданған жаңағы найман қағанат. Түсінесіздер, бұл 7-ші факт. Енді 8-ші факт. 1475 жылы Шарафаддин әл-Язди жазған Зафарнаме бірінші томында, яғни Зафарнаме деген кітап, жаңағы Әмір Темір туралы, бұл 2 томнан тұрады. Біз білетіндігі көп халық білетін. Ол 2-ші томы. Бірінші томын әдейі аудармай қойған. Бірінші томын қателеспесем 2021 жылы Оразбай Зәріпбай ағамыз аударып жария етті. Ол тек қана қазақ тілінде сөйледі. Және сол бірінші томның ішінде Шыңғысхан қазақ түрік деп жазылып тұр. Оғыз түрік деп жазылып тұр. Түсінесіздер ме? Міне сол үшін бұл кітапты орыс тілінде, ағылшын тілінде ешкімге аударылмаған. Мүмкін ағылшын тілінде аударылған шығар, бізде жатқан шығар, дағы табылмаған. Содан міне осы кітапта, яғни 1425 жазылған Зафарнаменің бірінші томында 1120-1140 жылдар аралығында ғұмыр кешкен Түнбиненің 4-ші атасы және оның 3-ші атасы Қажулы мен Қабыл оның негізгі сыңары.
жаңағы қажулың сыңары. Қажулы әмір темірдің 8-ші бабасы, Қабыл ол Шыңғыс ханның 3-ші атасы. Міне осы үшеуі сол 12-ші ғасырдың 12-ші ғасырдың бас кезінде 1120-1140 жылдары кәдімгідей жазу жазғандығы жазылған. Яғни олар кәдімгідей сауатты кісілер болған. Жаңағы Найман империясының, яғни Кидан Ляо империясының жазуымен жазған сол мемлекеттің азаматтары. Және ол заманда Тюмені сол қағанаттың ішіндегі бір ұлыстың ханы болған Тюмені. Бұл сіздерге 8-ші факты. 9-шы және 10-шы 11-ші кітап біріктіріп қойдым, біріктіріп берем директі. Сіздер бұл туралы алдыңғы бір видеоларымда көргенсіздер. Мына жерде Шыңғыс хан тарих деген жазу тұр ғой, вкладка. Соны бассаңыздар, соның ішінен көресіздер. Бұл кітап туралы жеке-жеке былтыр видеолар түсіргем. Содан 1711 жылы француз тарихшы Франсуа Пети де ла Коруа және 1901 жылы ақш тарихшы Джейкоб Аббот Шыңғыс хан деген кітап жазады. Міне сол Шыңғыс хан деген кітаптың ішінде есуге, яғни 2 факт дәлелдеп тұр. Біреу Америкадан, біреу Франциядан. Сонымен қатар Қытайдан дәлелдеп отырған Чен Шушань деген кісі, ол Тайвань аралының тұрғыны, 70-ші жылдары Шыңғыс хан туралы кітап жазған. Сол кезде ол кісі де жазған. Шыңғыс ханның бірінші әйелі Найман болған, аты Мәриям болған деп жазған. ол кісі солай жазған. Бұлар біреу Каризу дейді, енді екіншісінің есімде жоқ, тағы да бір атаумен береді. Содан айтпақты жаңа Пети де Кура өзінің кітабында тізімін жасайды да, сол тізімінде жаңағы Таян ханның қызын 1-ші оңға, Бөрте 2-ші оңға. Содан енді осыдан не көреміз? Неге жаңағы Есугей 13 жасар Шыңғыс ханды Таян ханның қызына үйлендірді? Таян ханның қызынан 2 баласы болды, екеуі де қыз болған. Себебі жаңағы Таян хан біз айттық, Қият ұлысының басшысы болып тұрды. Найман қағанатының Қият ұлысының басшысы болған Есугей. Ол жаңағы Алтан ханнан жеңіліп келіп, Алтан хан деген адамның аты емес, Алтан хан деген титул, жаңағы чужерендерден жеңіліп келіп, содан Таян ханның қолдауына ие болу үшін Таян ханның қызына үйлендірді. Таян хан бүкіл жаңағы Найман империясының, жаңағы Кидан Ляо деген империяның қағаны болған. Түсінесіздер ме? Бұл сіздерге 9-шы дәлелденген дерек, кітаптың бәрін өз көтеріңіздер. Енді 12-ші 1896 жылы Ресейдің Орынбор қаласында басылған Павел Иванович Рыжковтың История Оренбургская деген кітабы бар. Бұл деректі алып отырған Айымбек Жүрмаханбет деген азаматымыз. Сол кісі жазады жаңағы кітабында. Экранның бәрін көріп отырсыздар, бетін бәрін көріп отырсыздар, интернеттен тауып оқуға болады. Ол кісі жазады, Шыңғыс хан ең бірінші Наймандардың ханы болған деп жазады. Наймандар дегенде қазіргі Наймандар емес, сол кездегі Найман, Кидан, Ляо қағанатының ханы болды дейді. Бұл 18-ші ғасырдағы факт. Көрдіңіздер ме? Сонымен қатар сол Наймандардың ішінде алауыздық болып қырғын болды. Соны Шыңғыс хан бәрін тоқтатып, яғни азаматтық соғыс тоқтатып, соның қатаң қаған сайналды дейді. Сонымен қатар Қарақорым именно Киргиз Кайсақ дейді, яғни қазақтардың жерінде болды деп жазып қойған. Және қазақтар Тартарияның мұрагері деп жазып қойған. Тартария деген жаңағы моғолдар, яғни түркілер. Содан бұл сіздерге 12-ші факт. Енді 13-ші факт, ең маңызды факт. Жалпы мен түсіндім, мына біздің қазақтарды бұрын енді айтатын, қазір білмеймін, Самарқандтың кітапханасы кіргізбейді екен деп. Әмір Темірдің не себепті? Онда қазақтар туралы деректер, мощный деректер көп болу керек, мықты. Соның бірі болу керек мына кітап, Ұлықбектің кітабы. Ұлықбек өздеріңіз білесіздер, Әмір Темірдің немересі. Артында тұрған сурет бар ғой, сол кісі жазып отыр. Сол кісі әдейілеп, құрметтеп тұсыма қойып қойдым фонға, сіздер біліп жүріңіздер. Ұлықбек жазған бұны. Бұл кісінің кітабы, бір кітабын осы Ұлықбектің Лондонға кетіп қалыпты 19-шы ғасырларда. Сол Лондонға кеткен кітапты 1838 жылы полковник Майлз ағылшын тіліне аударып халыққа ұсынған. Бұл деректі Айбек Жүрмаханбет деген азаматымыз тауып отыр. Міне сол кісі жазады, жаңағы кітаптың 72-73 беттерінде. Шыңғыс хан 49 жасында доңыз жылы, яғни 1206 жылдар ғой. Доңыз жылы Хижра бойынша 599 жылы оң ханды жеңгеннен кейін өз еліне, яғни үйіне оралады. Ол аймақтағы барлық моғол руларын ханның Найман Күре деген ордасына жиналады дейді. Яғни Шыңғыс ханның ордасы Найман Күре деп аталған. Көрдіңіздер ме? Яғни Шыңғыс хан өзі қият болса да,
ол өзін Найман деп таныған. Яғни Найман қағанатының, Найман ұлысының әміршісі, қаған деп таныған. Түсінесіздер ме? Вот. Содан кітаптың 208 бетінде Қытай патшасы Алтан ханды жеңгеннен кейін өз еліне оралып, Оқтай деген үгедей, өз еліне оралып, Қарақорымда хан сарайын тұрғызды. Оны түркілер Күрші деп атайды деген. Мұнда Күрші деген ол Күршім ауданы. Жаңағы кімде жазып отыр? Рашид Хайми Жамайдың Таураты, ол сол Күрші маңайындағы жазықтықта болды деп. Наймандарға тиселі жазықтықта жерде не салды дейді. Қарақорымды тұрғызды. Көрдіңіздер ме? Сонда бұл кітап жаңа Ұлықбек, Рашид Хайми Жамайдың Таурихының айтып отырған тағы мәрте дәлелдеп отыр. Ұлықбектің қолында зор мұра болған кітаптың. Ана Әмір Темір атасы жан-жақтан тасып алған. Көрдіңіз бе? Фактілер қандай? Сонда Шыңғыс хан Найман қағанатының ханы болған. Содан кейін барып, ол жаңағы іріленгеннен кейін бүкіл жаңағы түркі халықтарының ханы болған. Яғни Найман қағанаты ең бірінші ол бір авианосец секілді болғандар, авианосная группировка дейді ғой, жағында кеме неше түрлі зымыран тасыған, ортасында самолет ұшыратын, өзі астында сүңгуір бар, сол секілді үлкен Найман деген кеме жасап алғанда, жаңағы әскери мемлекет. Найман деген негізінде ол әскери мемлекет, ішкі құрылымы бары әскериші жасалған екен, әдейі соғыс үшін жасаған мемлекет. Сол соғыс үшін жасалған мемлекетте 1198 жылы Таян хан мен Бұйрық хан екеуі таласып құлап тастап тұр. Сосын күші бәрі бүлініп кеткен. Сосын бұны барып, Шыңғыс хан қайтадан түзетіп, қалпына келтіріп, Шыңғыс қағанды билер қағансына. Шыңғыс қаған сам по себе никто, ол қолбасшы ғана болған. Таңдап алып, соны қаған сайлап, ал нағыз құдіретті иелер ол билер болған. Майқы би бастаған. Содан олар барын жинау алып, өздеріне жаңағы шабуыл жасаған ең бірінші Алтын ханды құлатып, мәнжүрлерді, сосын Су империясын, Қытайлы, сосын түркілері басып жаншып келе жатқан Хорезмді, анау араб халифаты ол заманда ол араб мұсылманский страна емес, олар исламды идеология ретінде пайдаланып дүние жүзін жаулап бара жатқан қомияттардың ізбасарлары болды. Қомияттар деген негізінде олар өтірік мұсылман дінін бойына сіңіргенмен, тілге алғанмен, ауызға алғанмен, ал бойларында сол халық, олар язычниктер болады. Мұны қазір ғалымдар дәлелдеп жатыр. Сондықтан ойбай, олар мұсылман мемлекеттің империясын құлап тастайды. Ойбайламай қойыңыздар, оның бәрі өтірік мемлекет болатын. Іші бәрі қан жоса, қырғын быт. Вот. Сонымен қатар Шыңғыс ханның астындағы аты да Найман аталған екен. Оны өздеріңіз білесіздер, ол 14-ші дерек сіздерге. Бұл қалқаман моңғолдар 1242 жылы жазылған Шыңғыс хан туралы деректі Шыңғыс ханның құпия шежіресі деп аударып алған ғой. Сосын соның ішінде Найман, Шыңғыс хан Найман ат деген аты болған екен. Сол Найман атты ол 8 ат деп жазып жатыр. Ал оны Тілеуберді Әбенайұлы 2010 жылы қайтадан аударған кезде дұрыстап тұрып, олар бұрмалаған ғой, түсіне 4 түрік сөзін бұрмалап жіберген. Соны аударған кезде ол кісі тура жазды. Найман ат деген ол Найман деген сөз, Найманның екінші мағынасы сетер дейді. Сетер деген сөз ол сайыскер, яғни соғысқа мінетін сондай ат деген сөз екен. Найман деген сөздің бір аты Найман, сайыскер, жаулаушы деген сөз. Сонда қарап отырсаңыздар, біздің жоғарыда айтқан сөзіміз расталып отыр. Найман мемлекеті негізінде ол уақытша жасалған дүние жүзін жаулау үшін арналған мемлекет. Содан сол мемлекеттің атауы қазір біздің рудың атына қалған Алтай жерінде болғандықтан, және Сауыр, Тарбағатай, Үржар ауданы болғандықтан. Ал сол халық, сол жердегі, сол кездегі халық болған кісілер, олар негізінде халық болған жоқ, олар бірінші жоңғарлар бері қарай ығыстырды ғой. Сосын кейін Абылай ханға айтып, енді Абылай ханды біледі ғой, олар қайда тұрған. Сосын олар қайтадан Алтайға көшіп келген, көрдіңіздер ме? Яғни Алтайдағы және алтын адамдардың барлығы осылардың ұрпақтары. Және Кедан, Ләуі, Қытай дейміз ғой, 8 оғыз дейміз, оғыздар дейміз, солардың ұрпақтары. Яғни Шыңғыс ханның қият тайпасы, өздеріңіз білесіздер, оғыз деп жазылған тарихта, оғыз тайпасы деп. Сонда сол кездегі 13-ші ғасырдағы рулардың аттарына қарсаңыздар, Барлас, және Әмір Темірдің руы 8 оғыз Найман, оның ішінде тұр. Қаңлы, ол соның ішінде тұр. Және ұйғыр деген бар, ұйғыр ол қазір ұйғыр емес, оны бәріңіз білесіздер, бірақ сол ұйғырдың іші Қыпшақ және Қарұқ дегеннен тұрған, тағы да 3-4 ру бар, солардан тұрған. Сонда бәрін қарап отырсаңыз түгел оғыз тайпалар екен. Яғни Найман деген ол үлкен алып мемлекет. Сол алып мемлекеттің бірінші ханы Шыңғыс хан болған. Шыңғыс ханның шын мемлекеттің аты, ресми аты Қытай, ал ресми емес атау Найман екен. Құрметті қалайық,
бұл барып алған 20 минуттық видео жан жаққа таратып отырсыңыздар. Мен сіздерге айтқам, және соңына дейін көрген азаматтар, сіздер таратсаңыз бұл видеоны, қазақтың жанашыры деген сөз. Содан айтпақта емес, сіздерге алтын айтып едім ғой, Найман деген мемлекеттің атын бүкіл тарихшы қауым біздікі. Сонымен қатар шетелдіктердің барлығы оны жасауға тырысады. Өйткені жаңағы бүкіл дүниежүзіне демократияның формасы, юриспруденцияның формасы, түгел осы елдің, және жұмсақ налог қайда басқа елдердің, соның барлығын осы мемлекеттен шыққан. Жаңағы ямчество дейді ғой, связь, мемлекеттердің ортасын тез қосатын және жылқылар арқылы, бекеттер арқылы, соның барлығын үлгісін бүгінгі дүниежүзіндегі информационный технологияның барлығын осылар жасаған. Ал бұның барлығы қай жақта қалып қойған білесіздер ме? Енді ол бөлек әңгіме. Жаңағы үгедейдің бір ұрпағы, бір әскері 12.000 корпус Америка құрығына өтіп кеткен. Мен сіздерге оның алдыңғы видеоларды көрсеткем. Сол Америка құрығына өтіп кеткен кезде, сол Америка жақта кәдімгідей жаңағы индистер, майялар дейді, солар ұрпақтарын кәдімгідей математика, астрология, жазу, архитектура деген бәрі сол жақта тұрған. Олар түркілердің ұрпақтары. Көрдіңіздер, бұлар сол ұрпақ және толықтырған. Сонда қарап тұрсаңыздар, мен сіздерге айттым ғой, Найман деген мемлекет, және Найман деген қағанат, ол қазақтың бүкіл несінің маңызының ділі, сердцевинасы, жүрегі, инесі, айдаһардың инесі, Кощей бессмертный деп айтылған бар ғой, осының тарихында сол инесі, соны қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Қалайық. Рахмет, жан жаққа бөлісіп отырыңыздар. Сау болыңыздар.